Сәлем достар! Біз демалыста отбасымызбен Алатау Плаза ойын-сауық орталығына келдік. Мен ол жердегі кезекті айта алмаймын, өте көп. Біздің кезегіміз келіп, анам ақшасын төледі. Бізге кассада 3 балаға 3 шұлық және анама тәпішке берді. Біз шұлықтарымызды киіп, аяқ киімімізді шкафқа салып қойдық. Сонымен міне ойын-сауық залы. Бұл ойын-сауық залы жақында ашылыпты. Адам көп. Бұл жерде енді неше түрлі ойындар бар екен. Батут, неше түрлі сырғанақтар, жіптен тоқылған өрмекші торы сияқты ойын, ғарыш кемесі. Міне жіптен тоқылған ойын өте әдемі екен. Сіңлілерім ойнап жүр, мен де шықтым. Мына жерде көркем осындай сынақтан өтті. Маған бұл қызықсыз болды. Кейін кішкентай балаларға арналған зал бар екен. Онда сіңлілім айым ойнады. Айтпақшы, мен осындай арқанмен жүру көпіріне шыққым келді. Бірақ ол жерде ұзақ кезек болды. Анам сол кезекте баққанда 2 сағат тұрды. Әрен дегенде кезегіміз келіп, сіңлілім екеуміз шықтық. Маған соңғы жағында келгенде қорқынышты болды. Біз төбеде жүргенде сіңлілім айым батутта ойнапты. Анам мен көркем сырғанақты сырғанапты. Анама өте қатты қорқынышты болыпты. Сосын біз төбедегі ғарыш кемесіне отырғымыз келді. Мұнда да өте көп кезек. Негізінде бұл жерде көп уақытымыз кезекте тұрумен өтті. Біз ойнап емес, кезекте тұрып-ақ шаршадық. Қорытындылай келетін болсақ, адам өте көп. Жаңа айтқанымдай, уақытымыз кезекте өтті. Бірақ ойындары керемет екен. Сонымен ойыннан шығып балмұздақ жеп үйге қайттық.